Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда Қарқаралы уезі Семей облысында дүниеге келген. 1937 жылы 27 қыркүйекте Мәскеу қаласында қайтыс болады. Қазақтың мемлекет қайраткері, Алаш партиясының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы атақты Барақ сұлтан. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей. Осы Барақ сұлтанның баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед туылады. Әлиханды әкесі 9 жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ зерделі бала молдадан оқығандардан гөрі осындағы мектепте оқып жүргендердің сауаттылығын аңғарып, қаладағы 3 кластық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Оны бітіргеннен кейін 1879 жылы Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепке түсіп, 1886 жылға дейін оқиды. 1886-1890 жылдар аралығында Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны техник мамандығы бойынша бітіріп шықты. 1890-1894 жылдар аралығында Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтының экономика факультетінде оқыды. Дала генерал-губернатор кеңесінің ұсыныс хатымен қазақ қауымдастығының 200 сом стипендиясын алып, 1890 жылы Ресей империясының елордасы Петерборға барып, Орман шаруашылығы институтының экономика факультетіне түседі. Ол мұнда жүріп, күнделікті сабақтарына қоса студенттердің саяси, әдеби, экономикалық және тағы басқа үйірмелердің жұмысына қызу араласып, студенттік толқуларға қатысады. Саяси қызметі. Оқуын бітіріп Омбыға оралғанда Әлихан Бөкейханов Ресей империясының қазақ даласына жүргізген отаршылдық саясатына деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан. Марксизмнің экономикалық қағидаларымен қаруланған саяси астыртын күрестің түрлері мен әдістерін үйреніп білген, күрес тартыстан біршама тәжірибесі бар саяси күрескер болатын. Ол Омбыға келісімен қаланың саяси әлеуметтік қоғамдық жұмысына белсене араласады. Народная свобода, халық бостандығы партиясының қатарына өтіп, өзі қазақ зиялылары мен саяси белсенділерінің арасында осы партияның шағын тобын ұйымдастырады. Әлиханның саяси көзқарасының пісіп жетілуіне кейін белгілі саяси қоғам, мемлекет қайраткері әрі қазақ ұлт азаттық қозғалысының ұйымдастырушысы және көсемі ретінде танылуына, саяси күрескер ретінде шыңдалуына Омбыдағы күндері ерекше ықпал етеді. 1905 жылдан бастап Ресей Конституциялық демократиялық партиясының кадеттер мүшесі, оның қазақ бөлімшесін құру мақсатында Оралда, Семейде жиындар өткізген. Қарқаралыда патша өкіметінің отаршылдық саясатына қарсы өткен қозғалысқа қатысып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясын ұйымдастырушылардың бірі болған. 1905 жылы Әлихан Бөкейханов Семей облысы қазақтарының атынан бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Бірақ ол бірінші мемлекеттік дума жұмысына қатыса алмады, өйткені Бөкейхан өз жұмысын бастаған кезде дала өлкесі генерал-губернаторының негізсіз жарлығымен 3 ай Павлодар абақтысында отырады. Абақтыдан шығып Санкт-Петербургке жеткенде дума патшаның үкімімен таратылып, оның біраз мүшелері наразылық актісін қабылдау үшін сол кездегі Финляндияның Выборг қаласына жүріп кеткен еді. Әлихан Бөкейхан да солардың артынан аттанып, Выборг үндеуіне қол қойды. Сол үшін жазаға тартылып, Санкт-Петербург
сот палатасының төтенше мәжілісінің шешімімен 3 айға Семей түрмесіне жабылды. 1906 жылы Омбыдан шығатын кадеттік «Голос степей», «Омич» және «Иртыш» газеттерінде, 1908 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген меньшевиктік «Товарищ кадеттік речь», «Слово» газеттерінде редакторлық қызмет атқарады. 1909 жылы 1917 жылдары Дон егіншілік банкі бөлімшесінде жұмыс істеді. 911-914 жылдары Қазақ газетін ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор еңбек сіңірді. 20 ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны белгілі. Бірі Бұхар мен Түркістан өлкесіне бет бұрған дәстүршіл пани-исламшыл ағым, екіншісі негізінен батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл пан-түркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Алихан бастаған орыс мектептерінен тәлім-тәрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары тұрады. Бұл топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей империясына қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте екенін анық түсінеді. Сондықтан олар ең алдымен халықтың сана сезімін оятатын жағдай жасау керек деп білді. Бар күш-қуаттарын осы мақсатқа жұмылдырады, бірақ олардың ойдағыдай жұмыс істеуіне жандармерия басқармасының жансыздары мүмкіндік бермейді. Солардың көрсетуімен қуғынға түседі, түрмеге қамалады. Бұдан студент кезінде ақ сенімсіздердің қара тізіміне ілігіп, бақылауда жүрген Алихан да тыс қалған жоқ. Алдымен Семей түрмесіне қамалып, кейін Самар қаласына жер аударылып, онда тек ғылыми шығармашылық қызметпен айналысуға ғана мәжбүр болады. 1916 жылы жер аудару мерзімі бітіп, Самардан Орынборға келген Алихан бірден қаланың қоғамдық саяси өміріне араласып кетеді. Қаланың қазақ тұрғындары атынан қалалық думаға сайланады. Ол ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді, бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша үкімет оның ішінде өз мүшесі болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия беруге қарсы болады. Оның үстіне олармен жер мәселесі жөнінде де ымыраға келе алмайды. Да ол партиядан шығып, Қазақтан сайланған 9 өкілді бастап барып, Томск қаласында Сібір автономистерінің құрылтайына қатысады. Осында болашақ Сібір республикасының құрамында қазақ автономиясы құрылмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Алихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша 1917 жылы желтоқсанда екінші жалпы қазақтық съезі Алаш автономиясы жарияланып, Алихан Бөкейхан сол алғашқы қазақ республикасының тұңғыш төрағасы президенті болып сайланады. 1919 жылы большевиктер өкіметінің бұрынғы алашордашыларға жасаған кешірімнен кейін Алихан Бөкейханов қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. Бірақ ұлттық намыстан жұрдай болған жадағай белсенділердің көрсетуімен 1926 жылы 2 рет тұтқындалып түрме азабын тартты. Алихан Бөкейханов Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер өкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда 10 жыл үй қамауында отырған Алиханды 1937 жылға тамызда қайыра тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мәскеуде ату жазасына кеседі. 1989 жылы мамырдың 14-і КСРО жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталды. Алихан Бөкейханов 20 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалымдарымыздың бірі болды. Ол қарастырған негізгі аспектілер эпостың тарихшылдығы, қазақ фольклорының түрлері, шығу мезгілі, жыршы мен оның шеберлігі, қоғамдық ой-сананың жырда көрініс табуы, бейнелер, олардың атқарған идеялық қызметі,
үлгінің көркемдік ерекшеліктері әлі де қазақ фольклортану ғылымында өз маңызын жойған жоқ және сол дәуірдің жетістігі болып саналатыны сөзсіз. 19 ғасырдың соңында Омбы орман шаруашылығы училищесінде оқытушылық қызмет атқарып ғылыми жұмыстармен айналысады. 1896 жылы көрнекті ғалымдардың ықпалымен орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімшесінің толық мүшесі болып сайланды. Әлихан Нұрмұхаметұлы Ресей жалпы географиялық сипаттама атты көп томдық еңбектің қазақ даласына арналған 18 томына автор ретінде қатысқан. Ол ғылыми жұмыспен қатар қоғамдық әлеуметтік саяси қызметтерге де белсене араласа бастайды. 1904 жылы қазақ даласына қоныс аудару қозғалысын даярлап берген Щербина экспедициясының құрамында болды. 1911-14 жылдары Әлихан Бөкейхан жаңа энциклопедиялық сөздіктің 4-21 томдарына автор ретінде қатысты.